Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге даналық сөздер арнасы. Каналымызға қош келдіңіздер. Тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сөзің көп, ал мағынасы аз болмасын. Абзалы, аз сөйлесең де мазмұнды сөз айт. Амалың адал, көңілің жай болсын. Басқалардың сен жайлы не айтатынына мән берме. Әзіл тұз секілді, оны мөлшермен салу керек. Жастарға тәрбие беріңіз, сонда үлкендерді жазалаудың қажеті болмайды. Таңертең оянғанда өзіне мен не істеуім керек деген, ал жатарда мен не істедім деген сұрақ қой. Көпшілікке еруден сақ бол, ешкім жүрмеген жолмен жүр. Ашуланғанда сөйлеуден де, әрекет етуден де өзіңді тыя тұр. Деннен гөрі рухын бақуат болуына мән бер. Үнсіздік мағынасыз сөздерден де абзалырақ. Бақыттың соңынан қума, ол әрдайым жүрегінде. Басқалар сен жайлы не ойласа, оны ойласын. Ал сен өзін дұрыс деп тапқан ісіңмен айналыса бер. Біреуді мақтаудан да, айыптаудан да аулақ бол. Ашу әрқашан ақымақтықпен басталып, өкінішпен аяқталады. Сөзің де, амалың да әділетті болсын. Жақсы перзент, әділетті аға, мейірімді жар, өнегелі әке бол. Кісінің ақымақтығын оның сөздерінен, даналығын үнсіздігінен білсем болады. Уайым бізді мұңға емес, әрекетке жетелеуі керек. Қабілет пен қажеттілік бір-біріне ұқсас нәрселер. Егер адал дос таба алмасаңыз, өз-өзіңізге дос болыңыз. Бәрінен маңыздысы өзіңізді құрметтеңіз. Қылмыс пен азап ұрықтарын сепкен кісі бақыт жемісін көрмейді. Ақыл білімді алмастыра алмайды. Қабіріңізге барып перзенттеріні жылай алу үшін олардың көз жасын төкпеңіз. Әуелі дана болуға әрекет қыл, бос уақытың болғанда ғалым боласың. Басталу бітудің жартысы. Балалар, әйелдер және халықпен сөз таластырмаңыз. Бірдей күшке ие болған екі кісінің әділеттісі күштірек. Өмір жолыңызды өзіңіз шаңғытпаңыз. Тыңдау және үнсіздік сақтау сізді даналыққа жетектейді. Үнсіздік даналық бастауы. Жас балаға жәрдем беру үшін тізерлеп отырған кісіден артық құрметті адам жоқ. Өзін басқара алмайтын кісі азаттыққа лайық емес. Күшті шарап көп ішуге жарамайды, дөрекі мінез келелі кеңеске жарамайды. Өмір ойын сияқты, біреулер оған жарысуға, басқалар саудаласуға, ал бақыттылар көруге келеді. Өткен күндегі бар ісіңді таразыламай, ұйқыға жатпа. Сіздермен бірге болған даналық сөздер арнасы. Каналымызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.